Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ әрі оңай дайындалатын карамельді бәліштің құрамымен бөлісемін. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бәліштің қамырын дайындау үшін біз песочный қамыр дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге құрғақ ұнымызға қант саламыз, араластырып аламыз және де оның үстіне қопсытқышты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнға үй температурасында тұрған сары майды саламыз да, оны видеодағыдай қолымызбен осылай араластырамыз. Яғни біздің ұнымыз ұнтақталып шығу керек. Енді қамырға бір дана жұмыртқаны салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырды целлофанға салып, тоңазытқышқа 10 минутқа қойып қоямыз. Енді бәліштің салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осылай қайнатылған сгущенка, яғни вареный сгущенка. Вареный сгущенканың ең жақсысын, сапалысын таңдасаңыздар болады. Және де оны біз осындай мен планетарный миксерға салдым. Сіздерде жай миксер болса, жай миксермен де араластыруға болады. Оның үстіне 20% қаймақты саламыз және де барлығын жақсылап араластырамыз. Сгущенка мен қаймақтың үстіне бір дана жұмыртқа салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай бір келкі консистенция шығу керек. Келесі қамырды тоңазытқыштан алып, оны екі бөлікке бөлеміз және де ең бірінші астыңғы бөлігін осылай 22 см немесе 24 см формаға қолымызбен осылай жайып шығамыз. Келесі қамырдың екінші бөлігінен, яғни бортиктарын жасайтын боламыз. Енді дайындап алған формамызға, яғни қамырдың ішіне жаңағы салмасын саламыз. Оған дейін алдын ала духовканы 180 градуста қыздырып алғанымыз дұрыс. Духовкада 160 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Енді бәліштің үстіне мен, яғни декор дайындайтын боламын, яғни крем дайындаймын. Ол үшін мен 100 мг клегей 33% және де 2 ас қасық творожный сыр салам және де 40 грамм сахарный пудраны салып, кәдімгідей тортқа арналған крем жасайтын боламын. Дайын болған кремді осындай кондитерлік мешочыққа саламыз және де насадкасын өздеріңіз қалауларыңызша
басқа насадка таңдасаңыздар болады. Және де осылай мен дөңгелете отырып безендіріп шығамын. Достар, осындай креммен безендіру міндетті емес, бірақ та крем қосылғанда дәмі өте керемет өзгеше болып шығады екен. Сіздер өз қалауларыңызша өзгеше қылып безендірсеңіздер болады. Біздің карамельді бәлішіміз толығымен дайын болды. Достар, көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Яғни салмасына мен жаңа жұмыртқа салмап едім. Сонда да керемет болып өз формасын өте жақсы ұстап тұр. Қараңыздар, түп-түзу, сондай керемет, дәмі де өте нәзік болып, дәмді болып шықты. Достар, осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Алдағы уақытта менен жаңа рецепттер күтіңіздер.